Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Ақырын-ақырындап қосыла беріңіздер. Қосылғандарыңыз міндетті түрде чатқа плюс қойыңыздар. Кімнің қосылғанын біліп отырайық. Сәл күте тұрайық, 1 минуттай, сосын мен біраз бүгінгі сабаққа анонс жасап өтем. Яғни қандай сабақ болады, кім жүргізеді деген мәселені. Сәл 1 минуттай күте тұрайық. Жақсы. Азамат мырза, қайырлы кеш. Жақсы қосылып жатыр. Достар, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз қалай, денсаулықтарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Бүгін біз сіздерге арнайы уәде еткендей бір пайдалы тақырып жөнінде біраз сөз қозғайын деп отырмыз. Сіздерге арнайы бір эксперт маманымыз бар, серіктес Нұрбаба мырзаны арнайы шақырдық. Сол кісінің сіздерге бүгін сабағы болады, жарты сағаттың көлемінде сабағы болады. Жалпы бизнесті заңдастыру деген мәселені қарастырады бүгін сабақта. Бұл кісі өзі салық саласының эксперті, практик, салық саласында жұмыс істеген. Жалпы салық саласында осы практикасы, тәжірибесі 10 жылдан асады. Сондықтан да нағыз өзі маман, эксперт. Сондықтан қазір сабағын жақсылап тыңдаңыздар. Сабақтан кейін міндетті түрде сұрақтарыңызды дайындап отырып, сұрақтарыңызды көкейлеріңізде жүрген қойып алыңыздар. Көкейлеріңізде ешқандай сұрақ кетпесін бүгін. Біздің сіздерге негізгі бүгінгі мақсатымыз, жалпы сіздер кәсіпті бастағаннан кейін, оның әртүрлі нюанстары болады ғой. Сол мәселелерді қалай шешуге болады, қандай жолдары бар, қандай сіздердің алдарыңызда кедергілер болуы мүмкін. Кедергілер олар міндетті түрде болады, бірақ соны қалай жеңуге болады, жеңіл жолдарын, фишкаларын міндетті түрде болады. Біз сол нәрселерді сіздерге барынша пайдалы ақпарат ретінде беріп отырғымыз келеді. Сол бүгінгі сабақта да біз сіздерге сол Нұрбаба мырзаны арнайы шақырдық. Бұл кісіге рахмет, уақытын бөліп, осындай кешкі уақытта сіздер үшін арнайы келіп отыр. Сондықтан да бүгінгі сабақ сіздерге енді барынша пайдалы, барынша нәтижелі болады деп ойлаймыз. Жақсылап тыңдап, өздеріңізге керегін алып алыңыздар. Сұрақтарыңызды міндетті түрде қойыңыздар. Сонымен бүгін сіздермен бір жарты сағат сабақ болады. Ары қарай сіздердің интерактив болады, яғни сұрақ жауаптарыңыз болады. Қаншалықты қызық болатындығы сіздерге де байланысты. Сондықтан белсенді отырыңыздар, белсенді сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сонымен бастаймыз. Мен қазір Нұрбаба мырзаға сөз берем. В общем, осылай болады, расклад. Бастаймыз онда, мен қазір презентацияны қосайын. Көрініп тұрмын ба? Сәлем достар. Қалайсыздар? Енді өзімді таныстырып өтсем, жаңа Айбек мырза айтып өткендей, есім Нұрбаба. Сол салық саласында 10 жылдық тәжірибеміз бар. Қазір кәсіпкерлерге бухгалтерлік саласында және салық саласы бойынша қызмет көрсететін Нұрпартнерс компаниясының негізін қалаушымын. Осы
10 жылдың ішінде көбінесе жаңағы кәсіпкерлермен, бухгалтерлермен жұмыс істеп келемін. Соңғы енді жалпы уақыт тоқтамайды. Уақытпен бірге заман өзгеруде, рынок өзгеруде. Кезінде кәсіпкерлер көлеңкелі бизнеспен айналып жүретін еді. Көлеңкелі деген тенебой, ешқандай тіркелмей, салық төлемей істеп жүруші еді. Қазір заманның талабы бойынша заңды бизнеске көшу бүгінгі күні өте өзекті болып отыр. Оның бәрі қазір маған көптеген келіп жатқан адамдар, олардың қойып жатқан сұрақтары бұған куә болып отыр. Қарап отырсақ, бизнесті заңдастыру қазір өте өзекті болып тұр. Жалпы енді бұл тақырыпты ашу үшін кәсіптен бастайық. Кәсіп деген не? Жалпы кәсіптің мақсаты не? Бизнестің мақсаты қандай? Бизнестің мақсаты ең біріншіден пайда табу. Пайда табу деген, яғни таза прибыль алу. Жалпы енді азаматтық кодекс бойынша енді кішкене заңға да үңіліп өтейік қысқаша. Ол азаматтардың, азамат деген физлицо, ол ИП-лар, соңын тұлғалардың, заңды тұлға деген ол ТО. Бұлардың мүлікті пайдалану арқылы қызмет көрсету, сауда жасау, өндіру арқылы таза кіріс алуға бағытталған қызметі дейді. Яғни жалпы кәсіптің өзі үшке бөлінеді. Кәсіптің өзі ең бірінші қызмет көрсету. Қызмет көрсету деген қазіргі күні мысалға услуги дейді ғой. Бұл жерден арасында көбінесе орыс тілде айтуға тура келеді кейбір терминдерді, өйткені сіздерге түсінікті болсын деген мақсатпен. Қызмет көрсету деген ол услуги. Мысалға дизайнерский услуги деген бар. Мысалға парикмахер, ол да услуги, иә. Бұл қызмет көрсету деген көбінесе бұл жерде ешқандай товар ештеңке сатылмайды. Бұл адам өзінің тәжірибесін, білімін сатумен пайда табады. Екіншісі сауда. Сауда деген өздеріңіз істеп жүргендей, ол жерден товарды сатып алады, үстіне бағасын қойып сатады, купи продай. Үшіншісі өндіріс, производство. Өндіріс деген қандай айырмашылығы бар? Бұл жерде шикізатты сатып алады, оны өңдейді, содан кейін бір өнім шығады. Оны сатады. Бұл өндіріс деп үшке бөлінеді. Бұны не үшін айтып отырмын? Бұны ара жігін ажыратып алған дұрыс. Бұл кейіннен сіздер кәсіп істеген кезде бұл керек болады. Енді қазір кәсіпті заңдастыру негізі тақырыбымыз. Кәсіпті не үшін заңдастыру деген өте өзекті бір сұрақ туындап тұр. Өйткені қазір бізде көптеген кәсіпкерлер кәсібін заңдастырмай жұмыс істеп жатыр. Бұл шағын кәсіпкерлер. Бірақ соның зардабын шегуде. Сол үшін қазір біз осы тақырыпты кеңінен қарастыратын боламыз. Кәсіпті не үшін заңдастыру керек? Ең бірінші кәсіпті не үшін заңдастыру керек? Біз 8 себепке бөлдім. Бұл менің жалпы практикамнан алынған нәрсе. Заңның талабы біріншіден. Екіншіден клиенттің талабы. Үшіншіден тапсырыс берушінің талабы. Тапсырыс беруші деген бұл жерде заказчик. Мысалға, бір строительство жүріп жатса, оны субподрядқа алады ғой. Бұл жерде генподрядчик, заказчик. Тапсырыс берушінің талабы. Бұның бәрін түгел каждый разбор жасаймыз. 4-ші инвестор тарту, 5-ші кредит алу, 6-ші басқару жауапкершілік, 7-ші бизнес сату, 8-ші адал болу. Енді біз осы бизнесті не үшін заңдастыруымыз керек? Осы 8 тақырып бұның себебі болады. Бұның әрқайсысын талдайтын боламыз. Заңның талабы. Жалпы кез келген Қазақстан территориясында пайда тапқан кәсіпкер ол мемлекетке кәсіпкер ретінде тіркелуге міндетті. Содан кейін тапқан пайдасынан салық төлеуге міндетті. Ең бірінші бұны азаматтық кодекс бойынша міндеттейді. Ал пайда тапқаннан кейін салық төлеуді салық кодекс бойынша міндеттейді. Жалпы қазір елімізде көптеген көлеңкелі экономикамен, көлеңкелі
кәсіппен айналысып жүрген азаматтар бар. Мысалға бір жерден магазин ашып қойған, ешқандай тіркеусіз. Мысалға сол сияқты қазір салық органдары осыларды тауып өзінің айыппұлдарын салып жатыр. Бұл жерде тек қана айыппұл емес, мысалға сауда жатқан кезде сол жерде тұрған тауарларын тәркілеп алады. Бұл заңның талабы. Енді екінші себеп, кәсіпті не үшін заңдастырамыз? Клиенттің талабы. Енді біз қазір сіздер кәсіппен айналысатын болғаннан кейін, сіздер көбінесе арғы жағын ойлауыңыз керек та, ертең сіздер үлкен кәсіпкер боласыздар. Сол жағын ойлау керек. Клиенттің талабы деген, мысалға кез келген клиент тауарды сатып алған кезде, егер жаңағы тауарды сататын адам, кәсіпкер заңды жұмыс істейтін болса, оған сенім көбірек болады. Менің өзім бұл жерде көптеген өмірімде өткен оқиғалар, менің таныс жігіттер келді маған, олар ремонтпен айналысатын, бірақ ешқандай не ИП-сы, не ТО-сы жоқ, өздері айналып жүретін. Бірақ бір үлкен объектіні жұмыс алды да, соны барып істейтін болды, барып объемына келісіп, бағасына келісіп істейтін кезде, жаңағы жұмыс беретін, жаңағы объектіні беретін жаңағы фирма, енді құжаттарын көрсетіңдер деді да, енді ақшаны счетқа аударамыз деген кезде, не олардың ИП-сы жоқ, ТО-сы жоқ, екі ортада кәдімгідей 10 шақты миллион теңге тұратын объектіні қолдан жіберіп алды. Қарап отырсаңдар, өте бір қарапайым бір нәрсе үшін өзінің объемнан айырылып қалды. Бұл клиенттің талабы. Қазір, мысалға, тағы бір менде жаңа интернет торговлямен айналысатын бір танысым, бір фирмаға үлкен жаңа көлемде товарды сатқысы келген, оның ИП-сы ештеңкесі жоқ болған. Әрине, қазір үлкен клиенттарыңыз, олар сіздердің үлкен фирмалар. Үлкен фирмалар ақшаның бәрін счетта ұстайтын болған кейін, олар басқа кәсіптің счетына жібереді. Міне, сонымен жаңаға кісіге ИП-сын ашып, счетін ашып, жаңа официально счетін оплату жасап, солай жұмыс істеттік. Бұл енді, егер ИП-іңіз тоңыз болмаса, үлкен фирмалармен жұмыс істей алмай қаласыз. Бұл клиенттің талабы. Бизнесті заңдастырудың келесі бір себебі, тапсырыс берушінің талабы, заказчик. Мысалға, ремонтпен айналысатын жігіттер бар. Мысалға, олар міндетті түрде, мысалға, бір үлкендеу, мысалға, сіз енді майда бір жұмыстармен айналысып жүресіз, енді командаңыз бар, тәжірибеңіз бар, үлкен бір жұмысты алыңыз келеді, сол кезде міндетті түрде үлкен ақша айналғаннан кейін, олар көбінесе үлкен фирмалар береді ондай жұмыстарды. Олар міндетті түрде тексереді, ол не істеді, қандай жұмыстар істеді, оның репутациясы бар ма? Ал компанияның репутациясы деген не? Компанияның репутациясы бұғанға дейін қандай жұмыстар істеді? Оны қайдан білеміз? Оны ол кәсіпкердің бүткіл бухгалтерлік және қаржылық құжаттарын тексеру арқылы. Сол үшін үлкен клиент, үлкен жаңағы заказчиктермен жұмыс істегіңіз келсе, сіздің біріншіден жаңа кәсібіңіз заңды болған болу керек, және бұғанға дейінгі бүткіл жаңағы құжат айналымыңыз, жаңа документер, бухгалтерияңыз, содан кейін қаржы есебіңіз бәрі болу керек. Бухгалтерия деген не? Бухгалтерия деген, егер кәсіп машина болса, ол бір жолмен кетіп бара жатқан болса, бухгалтерия оның зеркало заднего вида. Сіз айнаға қарасаңыз, арт жағыңызды көрсетеді. Арт жағыңыз ол сіздің кәсіптің бухгалтериясы. Кез келген кәсіпті мысалға бағалағыңыз келсе, оның бухгалтериясын қарайсыз, оның айнасы ол кәсіптің. Бұл енді түсінікті ғой. Енді кейін сұрақтарыңыз болса, жазып отырыңыздар, соңына қаратай сұрақтарыңызды қоясыздар, жауап беремін. Енді бизнес мысалға, бизнесті көптеген адам жүргізеді. Мысалға бизнестің бір жүргізесіз, өзіңіздің тәжірибеңіз болады, соның кейін командаңыз болады. Енді ол бизнестің видение бар да, адамда уже бизнесті дамитынын көріп тұр. Бірақ ақша жетіспейді да. Сол кезде не істейді? Инвестор тартады да.
мысалға бір адамда ақша бар, оны бір бизнеске салғысы келеді. Ал сізде бизнес бар, болашағыңыз бар, бірақ ақша жоқ. Сол кезде сіз инвесторды тартасыз. Инвестор бірінші кезекте қайда қарайды? Сіздің бизнесіңіздің соншалықты сенімді екеніне. Оның арт жағын қарайды да. Оның арт жағы, оның бизнестің заңды жағы, оның бухгалтериясы, қаржы есебі. Енді слово делу не почешь дейді ғой. Ол жерде айтуыңыз мүмкін, менің клиентім көп, мен осындай табамын деп. Онда айтады инвестор. Олай болса көрсет дейді да. Документтерін көрсет. Финанс отчетін көрсет дейді. Сол жерде бәрі көрініп тұрады. Егер сіздің әрине ол жерде бухгалтерияңыз жоқ, нет, ол жерде ешқандай салық төлемегенсіз, ешқандай құжат айналым болмаған болса, ол компанияға ешқандай сенім болмайды. Бұл өте маңызды, өйткені қазір көптеген бизнестер, мысалға ресторандар, Руми Груп деген білесіздер, иә? Олардың мысалы 10 шақты ресторан ашқан, ол жерде инвесторлар ақша салып жатыр. Инвесторлар ақша салатын себебі оның бәрі бухгалтериясы бәрі прозрачно жұмыс істейді. Бұл өте маңызды. Егер болашақта ойлайтын кәсіпкер болсаңыздар, заңды кәсіп болу өте маңызды. Енді келесі себеп кредит алу. Мысалға, бүгінгі күні дамуды білесіздер, иә? Біздің мемлекет мысалға кәсіпкерлерді дамыту үшін мысалға миллиардтап ақша бөліп жатыр. Миллиардтаған ақша бөліп жатыр мысалға. Әртүрлі мысалға отрасль дейді ғой, сала. Мысалы мебель деген сияқты, өндірушілер мысалға, мал шаруашылығы деген сияқты миллиардтап ақша бөліп жатыр. Ал ол ақшаны іске асыратын даму және акимат оны көревать етеді. Ал ол ақшаны кім айландырады? Банк айландырады. Енді ол жерден кредитті алуға мүмкін, өйткені мына дамудағы адамдарды неғып ақшаны жаратпай жатсыңдар деп таяқ жейді олар. Бірақ біздің кәсіпкерлер сол ақшаны ала алмай жатыр да. Оны мен сізге былай айтып берейін, менің клиентім бар, жиһаз өндірумен айналысатын кісі. Цехы үлкен, оборудованиесі бар, өнімін шығара алады кәдімгідей. Бірақ бұғанға дейін, маған келгенге дейін ол бухгалтериясы жоқ. Былайша айтқанда көлеңкелі бизнес жүргізіп отырған. Мана оборудование ешқайсы тіркелмеген. Дамуға барса қабылдамайды. Өйткені бірінші кезекте дамуға барған кезде сіздің қаржы есебіңізді қарайды, бизнесіңіздің салық төледі ма, бұл бұғанға дейін жұмыс істеді ма. Егер олар жоқ болса, сізге сенімділік жоқ. Мысалға, қазір сізде егер кәсібіңіз жүрген болса, кәсібіңізде оборотыңыз бәрі көрініп тұратын болса, кредит алуға болады. Бұл өте мүмкін нәрсе. Біздің кәсіпкерлер оған дайын емес. Өйткені шағын кәсіпкерлердің көбі заңсыз жұмыс істеп келген, қазір сол мүмкіндіктерді ала алмай отыр. Енді бизнесті заңдастырудың келесі себебі басқару жауапкершілік. Енді сіздер қазір шағын кәсіпкер болып жұмыс істеп жүрсіздер, бірақ арғатай ұлғаясыздар, үлкейеді, бизнестеріңіз үлкейеді. Қазір мысалға бірнеше миллион айланып жүру мүмкін оборотта. Оны өзіңіз бүйтіп санап аласыз да. Бірақ ойлаңызшы, егер сізде 20 миллионнан, 50 миллионнан асса оборотыңыз, ол жерде тауар айланып үлкейеді, адам саны, жұмыс істейтін адам саны көбейеді. Ол кезде міндетті түрде сіз заңды түрде заңдастыруыңыз керек. ИП-іңіз немесе ТО-ңызды ашып, адамдарыңыздың бәрін заңды түрде тіркеуіңіз керек. Әйтпесе басқару мүмкін емес. Бір фирма болған, бұл жерде жартылай заңды жұмыс істейтін кейбір адамдар тіркелмеген, заңсыз жұмыс істеп жүретін. Бұл саудамен айналысқан компания болатын. Бір жаңағы водителін қолына 400-500 мыңға жуық сумманы береді да, товар алып келуге жібереді. Сол кезде қараса, машинаны тастап, ақшаны алып қашып кеткен жаңа жұмысшы. Егер заң органдарына берейін десе, ана адам заңсыз да ол жерде тіркелмеген. Көріп отырғандарыңыздай, егер компания үлкейетін кезде міндетті түрде заңды бизнеске келуге мәжбүр боласыздар. Сол үшін бизнестің басында осы мәселені қолға алған дұрыс. Енді жалпы кәсіпті қалай заңдастырамын? Кәсіпті қалай заңдастырамын сұрақ туындайды. Енді маған осы бір 2 күн бұрын ба, осы курста оқып жүрген Аслан деген дос балам келді.
Негізі сұрақтары, оның сұрақтары жалпы ИП деген не, ТО деген не, налоговый режим деген не, упрощенка деген 3% дейді, ол не, НДС деген төлеу керек па деген сияқты сұрақтармен. Оның үйі бар екен, квартираны квартираны жібереткен. Салық органдар андасында келіп тұрады. Үнемі мазалай бергеннен кейін осыны қалай істеймін дейді да. Бұл жерде ең алдымен кәсіпкер жалпы ИП деген не, ТО деген не, оның айырмашылығы қандай. Бүгінгі өзекті сұрақтардың бірі ИП ашсам ба, жоқ әлде ТО ашсам ба деген сұрақ туындайды. Екеуі екі түрлі нәрсе. Содан кейін көптеген менің практикамда болып жатады. Кейбір адамдар ИП-ны ашатын жерде ТО-ны ашып алады, ТО-ны ашу керек жерде ИП-ны ашып алады да. Қайсысы сізге тиімді? Мен айтар едім, сіз қандай бизнеспен айналысасыз? Сіздің жаңа бизнесіңізге байланысты ИП-ны немесе ТО-ны ашқан ыңғайлы. Өйткені ИП-ны мысалға шағын кәсіпкерлерге керек та ИП. Бірақ ол жерде партнер болса, мысалы ТО ашу керек. Бұл тақырыпты жалпы кеңінен талқылау керек. Өйткені кәсіпкер бұны білу керек. Өйткені кәсіпкер, егер сіз кейін бизнестеріңіз дамыған кезде бір ТО, бір ИП немесе бірнеше ТО ашу керек болады. Осы тақырыпты кеңінен талқылау керек. Жалпы енді соңғы күндері мен осы тақырыптарға қатысты бір өзім кәсіпкерлерге түсіндіру керек деп шештім. Себебі жиі туындап жатыр осы сұрақтар. Сондықтан ИП-ның деген не, ТО деген не, оны қалай ашу керек, содан кейін салық, ИП ТО-ны ашқаннан кейін келесі сұрақ салық. Салық деген не, қандай түрлері бар, оны қалай төлеу керек. Содан кейін жұмысшыны қайтып аламын, оны заңды қалай тіркеймін деген сияқты сұрақтар бар. Сонымен қатар жалпы бухгалтерияны кішкене болса да кәсіпкерлерге білу керек. Себебі бухгалтерлер кәсіпкерлерді алдап кетіп жатқан жерлері, ол да оған да куә болдық. Содан кейін қазіргі кәсіпкерлерге қаржы сауаттылық жетіспейді. Жалпы қаржы деген не мысалға? Егер кәсіп өзі пайда табу үшін ашылған болса, ол жерде ол кәсіптің кірісі бар, шығыны бар. Көбінесе біздің кәсіпкерлер бизнестегі жаңағы кассаның ақшасымен өзінің қалтасындағы ақшаны шатастырып алады. Ақшаны шатастырып алады да бір күні қалай банкрот болып кеткенін өзі де білмей қалады. Соң бір кәсіпкер киім сатумен айналысқан, екі жігіт қосылып ТО ашып, кейін банкротқа кетті. Себебін сұрасам, бұлар жаңағы ақша түсіп жатыр, оборотта ақша бар деп есептеген. Соны жарты жылдан кейін санаса қарыздар көбейіп кеткен. Магазинде жабуға тура келді. Сондықтан мен ойладым, ондай олай болса кәсіпкерлерге қаржы сауаттылығы туралы бір ақпарат беру керек депші. Осыған мен дайындалып жүрмін, жалпы бір пайдалы ақпаратпен бөліссем деген ойдамын. Негізі үнемі неде болып жатқан жаңалықты курста болыңыздар, жақын арада онымен де бөлісетін боламын. Жалпы кәсіпті заңдастыруды неден бастаймыз? Жеке кәсіпкер деген не? Жеке кәсіпкер ИП, өздеріңіз естіп жүрген, ИП. ИП деген ол жалпы бір жалғыз адам. Жалғыз адам мемлекетке тіркеледі, ИП деп аталады, индивидуальный предприниматель. Міне, мына жерде көріп отырғандарыңыздай бір адам бар, жеке адам. Бұл адамның атында үй болуы мүмкін, көлік болуы мүмкін, ақша болуы мүмкін, жер болуы мүмкін. Бұл адам егер жеке кәсіпкер болып тіркелетін болса мемлекетке, бұл яғни өзінің атындағы осы мүлкімен жұмыс істей алады. Және бұл жерде ИП-ны ашу оңай. Содан кейін қазір енді бұл тақырыпты ашу үшін салыстырамыз. Жауапкершілік шектеу серіктестік деген бар. Ол ТО. Естіген боласыздар, ТО. ТО деген не жалпы? ТО деген ол заңды тұлға. Заңды тұлға деген ол бизнесті бастаған кезде өзінің жарғылық капиталын көрсетеді. Уставной капитал дейді. Осы уставной капитал, осы капиталды негізге ала отырып ашылады. Бұл ТО-да көбінесе бірнеше адам ашуына болады. Екеуінің айырмашылығы екі түрлі. Мысалға жеке кәсіпкер ИП, ол
бухгалтерия жүргізбей жұмыс істеуіне болады да. Бұл жерде кішкене жеңілдеу. Ал ТО-да міндетті түрде бухгалтерия жүргізу керек. Жалпы енді бұл тақырыпты ашу үшін бұған арнайы уақыт бөлу керек. Өйткені бұны түсіндіру үшін бір тақырыпты жақсылап ашу керек. Бірақ кәсіпкер бұны түсініп алу өте маңызды. Өйткені сіздер кәсіпті бастағаннан кейін сіздерде бірнеше ИП ашып кетуіңіз мүмкін, немесе бірнеше ТО ашуларыңыз мүмкін. Енді жалпы айтқанда осы қысқаша. Егер сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарыңызға жауап берейін. Сол арқылы тақырып ары қарай ашылады деп ойлаймын. Интернет саудада салық бар ма? Так, бастайық онда сұрақты. НДС қандай жағдайда қайтарылады дейді. Жалпы НДС деген ол салықтың түрі, қосылған құн салығы. НДС деген жалпы жанама салық, косвенный налог дейді. Нерв жанама салық. Бұл НДС екі жағдайда ғана кәсіпкер НДС-ке тұрады. Бірінші жағдай, егер кәсіпкердің обороты, доход дейді да, ақша айналымы, кірісі. Егер жылына 72 миллионнан асатын болса, мемлекетке НДС-ке тіркелу керек болады. НДС-ке тіркелген уақыттан бастап, әр сатқан тауардан 12% НДС төлеп отырады. Негізі НДС қайтарылу деген нәрсе бұл кез келген кәсіпкерге қайтарылмайды. Бұл жерде бірінші НДС-тің өзінің механизмін жақсы түсініп алу керек. Мысалға, ол сыртқа экспорт пен тауар экспорттайтын компаниялар бар. Солардың НДС-і қайтарылады. Бұны айту үшін НДС деген тақырыпты жалпы түсіндіріп өту керек. Бұл жерде жаңағы зачет деген нәрсе бар, начисление деген нәрсе бар. Бұны енді алдымызда күндерде салық туралы ақпаратпен бөлісем деп жүрмін. Сол кезде кеңінен талқылаймыз. Бірақ енді шағын кәсіпкерлерге НДС-ке тұру міндетті емес. Былайша айтқанда тұрмаған дұрыс, оборотыңыз аспаса. Енді екінші жағдай бар НДС-ке тұратын. Мысалға, сіз бір көбінесе НДС пен строительный компания жұмыс істейді. Сіз строительный компаниядан бір субподрядқа жұмыс алатын болсаңыз, олар шарт қою мүмкін. Сен бізге счет фактураны НДС пен қойсаң ғана жұмыс істеймін деп. Сол кезде сіз амалсыздан тұрасыз. Бірақ бұл жерде әр салық қосылған сайын шығыныңыз да көбейе береді. Бұл тақырыпты кеңінен талқылайтын боламыз. Микрофонды жақындатасыздар, дауысы жай естіліп тұр дейді. Интернет саудада салық бар ма және болашақта бола ма дейді. Жалпы қараңыздар. Кез келген сауда, ол жерде интернет болмаса да, ол кәсіпкерлік та. Ол жерде тіркелесіз, ИП немесе ТО болып. Содан кейін ол жерде әр түскен жаңағы пайдадан салық төленеді. Салықтың өзі бөлінеді бұл жерде. Салық режимдері деген бар. Упрощенный, общеустановленный. Оны алдымызда тақырыптарда кеңінен талқылаймыз. Тақтада отырып түсіндіремін. Интернет торговля жалпы салық төлеуге міндетті. Бірақ биыл мемлекет осы саланы дамыту үшін интернет торговлямен айналысатындарға льгота жасады 2023 жылға дейін. Ол жерде бірнеше критерийлер бар. ИП-ны ашқаннан кейін сол критерийлерге сай болса, льготаны алуға болады. Ол туралы да ақпаратпен бөлісетін боламыз. Мүлке бір сұрақ жіберіпші жаңағы WhatsApp-тан Серік деген кісі. Адам енді бастайын деп отыр ғой кәсіпті. Сол жаңа айттыңыз ғой, упрощенный бар, патент қайсысын ашқан дұрыс дейді. Біз доходымызды алдын ала білмейміз дейді. Не істеуіміз керек? Жалпы қараңыздар. ИП немесе ТО-ны ашқаннан кейін бұны не үшін ашу керек, қайсысын таңдау керек деген сұраққа оған арнайы уақыт бөліп, оған бір курс па сондай ұйымдастырамын деп отырмын. Өйткені бұл тақырып өте өзекті болып отыр. Жалпы қараңыздар, салық режимі деген нәрсе бар. Налоговый режим естіген болсаңыздар, ол екіге бөлінеді. Біріншісі упрощенный режим, 3% деп естіген шығарсыздар, сол 3%. Екіншісі общий установленный режим. Ол
ТО-ға 20%, ИП-ға 10%. Бұл жерде доход деген нәрсе бар, прибыль деген нәрсе бар. Бұны кеңінен талқылау керек. Қараңыздар. Кәсіпкер ашылған кезде осы екі режимнің біреуін таңдап алады. Содан кейін вид деятельности деген бар. Вид деятельности деген ол кәсіптің түрі. Ол сауда болуы мүмкін, жаңа услуги деген бар. Содан кейін көп қой ол жерде. Жаңа парикмахерские услуги, жаңағы пищевой промышленность деген сияқты, оптовая торговля деген сияқты, сондай перечень вид услугалар бар осының мемлекет тіркеген. Солардың ішінде кейбіреулері мысалға акцизбен айналысатын, акциз арақ сататындар деген сияқты. Солар ала алмайды деген сияқты бар да осы упрощенный режимде. Содан кейін жаңағы бұл жерде келесі мысалы жалпы салық туралы айтылған кезде қайсы режимді сізге таңдаған тиімді, ол сіздің кәсібіңізге байланысты болады. Содан кейін сіздің товарыңыздың мысалға сатқан кезде үстіне маржаны қалай қоясыз? Мысалға маржа кейбір товарларда 5% болуы мүмкін, 10%, кейбіреулерде 300% болуы мүмкін. Осы кезде қайсы режим тиімді деген сұрақ туындайды да. Сол кезде бұны айтып өтемін. Содан кейін патент деген нәрсе бар. Патент деген налог режим бар. Патент деген көбінесе жаңағы бірақ адам жалғыз өзі жұмыс істейді, жұмысшы жалдай алмайды. Содан кейін 300 МЗП жылына аспау керек деген бар. Өзінің белгілі бір сомадан аспаса, мысалы квартираны арендаға беретіндерге патентпен алуға ыңғайлы. Мысалға кейбіреулер шофер, мысалға бір фирмаға водитель машинасымен тіркеліп жұмыс істейді. Соларға патент ыңғайлы. Бұл енді арнайы салық туралы талқылаған кезде бұны кеңінен ашып өтеміз. Мысалға сіздер алдын ала кәсіпке байланысты болады көбінесе бұл режимдерді таңдаған кезде. Содан кейін оборотты мысалға мен оборотым пока белгісіз дейді. Примерно предполагаемый оборотты есептеп, сонымен режимді таңдап аласыз да жұмыс істейсіз. Егер оборот асатын кезде ол жерде заявление тапсыру арқылы оборот режимді ауыстыруға болады. Бұның бәрін қалай істеу керек, соның бәрін қайсы дұрыс болады, қайсы тиімді, бұны салық туралы курсымда айтатын боламын. Өйткені мен бухгалтерлерге осы тақырыптарды айтып жүрмін. Біраз уақыт керек, сіздерге азбускасынан бастап түсіндіруім керек. Өзіңіз не ұсыныс соны айтсаңызшы, оларға енді бастап жатқан кісіге. Кішкене магазин ашуға касса аппарат міндетті ма? Қараңыздар, енді шағын бизнес субъектілері бойынша соларға айтып өтейін. Мысалға, сіз егер шағын бір субъект деген, мысалға, магазин аштыңыз, кішкентай ғана магазин аштыңыз, ол кезде көбінесе сізге ИП ашқан ыңғайлы. Неліктен? Біріншіден, ИП, ол жерде магазин ашқаннан кейін, ол жерде партнер деген нәрсе жоқ, жалғыз өзіңіз көбінесе да. Ол жерде қиындат керек емес. ИП біріншіден тез ашылады, екіншіден бухгалтерия жүргізудің қажеті жоқ ол жерде. Сол упрощенкамен ашқан дұрыс. ИП магазинді упрощенкамен, себебі ол жерде расходный документтер жинамайсыз, тек қана түскен ақшадан 3%-іңізді төлеп отыра бересіз. Бұл шағын кәсіпкерлерге өте ыңғайлы. Содан кейін услугамен айналысатындар бар. Парикмахерлер мысалға, дизайнер немесе сол сияқты. Оларға да ИП-сын ашып, упрощенка режимді алып істеген өте ыңғайлы. Неге екенін талқылап отырмаймыз қазір. Содан кейін касса аппарат деген сұрақтар түсіп жатыр. Қараңыздар, сіз кәсіппен айналысқаннан кейін ақшаны екі түрлі жолмен аласыз. Бірінші жолы ол наличный расчет, қолма-қол ақша. Мысалы, магазин болса қолма-қол ақша. Егер қолма-қол ақшамен жұмыс істейтін болсаңыз, салық кодексінде орай сіз касса аппаратты алып тіркеуіңіз керек. Біріншіден, сіз сауда жасағаннан кейін оның стационарный орныңыз болады. Мысалы, магазин сатқан кезде бір орнынан сатасыз, бір магазин бір жерді арендаға алдыңыз. Сол жердің адресқа касса аппаратты тіркейсіз. Содан кейін әр сатқан сомадан заң бойынша чек шығарып отыру керек. Ол міндетті. Касса аппарат қазір онлайн болып кетті. Оны енді ашқан кезде, мысалға, көбінесе маған бұл сұрақтармен де келіп жатады. Біз кейде бұндай жұмыстарды да істеп беріп жатамыз. Бірақ естеріңізде болсын, міндетті түрде қолма-қол саудамен айналысатын болсаңыз, касса аппарат тұруға міндетті.
Ал патентпен жұмыс істейтіндер, оларға міндетті емес оларға. Бірақ патентпен негізі сауда жасау да негізі дұрыс емес. Егер патент жалпы тек қана жаңа квартираны арендаға беретіндер, жаңағы услугамен кейбір айналысатындар, соларға ыңғайлы. Ал екінші ақша алудың жолы ол банк расчетный счет. Мысалға, кейбір мысалы интернет торговлямен айналысатындар қалай жұмыс істейді? Олар көбінесе карточкамен жұмыс істеп жүр ғой, через банк. Ол жерде қолма-қол ақша алмайтын болғандықтан касса аппарат керек емес. Ақшаның бары счетқа түсіп жатыр. Ол сол счетқа түскен ақшадан тиісті салығын төлейді. Так, ТО неге бухгалтерия жүргізіп отыру керек? Так, қараңыздар. ТО деген ол заңды тұлға. Салық кодексіне орай ИП-ларға бухгалтерлік есеп жүргізу міндетті емес. Бірақ жүргізсе де болады. Бірақ ИП-лар ол салық есебін жүргізіп отырады. Ол жерде жаңағы отчетін тапсырады, содан кейін налоговый регистр деген нәрсе бар, өзінің кірісін шығысын көрсетіп отырады. Ал кез келген заңды тұлғалар, олар бухгалтерлік есеп жүргізуге міндетті. Бұл салық кодексінде көрсетілген. Содан кейін закон о бухгалтерии и финансовой отчетности деген заң бар, сол жерде көрсетілген. Бухгалтерлік есеп деген жалпы не? Ол жерде өзінің бухгалтердің есептің регламенті бар, өзінің содан кейін өзінің правиласы бар. Оны бухгалтерлер біледі. Заңды тұлға деген бұл жерде ТО, ООО деген общественный фонд дегендерде кіреді. Ол заң бойынша солай бекітілген. Упрощенка жылына 2 рет отчет тапсырса болмайды ма? Қараңыздар. Салықтың түрлері бар, содан кейін жаңа налоговый режим бойынша календарный жаңа период деген нәрсе бар налоговыйда. Мысалға, белгілі уақытта төлейсіз. Мысалға, упрощенкаларда жылына 2 рет. Ол жерде мысалға бірінші 6 айлық, бірінші полугодие. Ол январь мен июньнің аралығында, екінші полугодие. Ол август пен декабрь. Жылына 2 рет упрощенкадағылар ол ИП-да, ТО-да 910 деген форманы тапсырады. Сол жерде кірісінің бәрін көрсетеді. Содан кейін салығын төлейді. Солай іске асады. Егер ТО тек қана банковский переводпен жұмыс істейтін болса, оған касса аппарат міндетті ме? Касса аппараттан қалай бас тартуға болады? Ол үшін не істеу керек? Қараңыздар. Жаңа айтып өткенімдей, касса аппарат тек қана кәсіпкер егер қолма-қол наличный расчетпен жұмыс істесе ғана міндетті. Егер наличный расчетпен жұмыс істемесе, міндетті емес. Мысалы, ондай компаниялар бар, тек қана банкпен жұмыс істейтін, расчетный счетпен. Оларға касса аппарат міндетті емес. Бір ИП-мен бірнеше жұмыс атқаруға бола ма? Әрине болады. ИП-да, ТО-да екеуісі негізі бірдей жұмыс істей алады, екеуі шектелмеген. Заңда қарсы көрсетілмеген кез келген нәрсемен айналысуға болады. Бір кезде бірнеше нәрсемен айналысуға болады. Заңда ондай қайшылық жоқ. Шектеу жоқ па, ИП-да вид деятельности еще ғана жоқ, негізі таңдала береді. Базар бутиктегілер патентпен жұмыс жасай ма? Жалпы енді қараңыздар, салық кодексінде негізі патент бойынша айтылған. Ол жерде бірнеше услугаларға ғана рұқсат, осылар жұмыс істей алады деп айтылған. Бірақ саудамен айналысатындарға айналысуға болмайды деген нәрсе де жоқ. Сондықтан қазір патентпен сауда жасап жүрген адамдар да бар. Салық органдары оларды қатты шұқылап жатқан жоқ. Бірақ болашақта оны тыю мүмкін. Енді базардағылар көбінесе, мысалы, зеленый базар, барахолка, оның бәрі упрощенкамен жұмыс істейді. Өйткені салық органдар ол кезінде олардың бәріне қойғызған болатын. Патентпен жұмыс істеп жатқан, мысалға, арнайы точкада істеп жатқан адамдар да бар. Бірақ болашақта менің ойымша оған шектеу қоятын сияқты. Өйткені, бірақ енді оның да өзінің бір 300 МЗП деген бар. 300 МЗП деген қанша? Айына 700 мың теңге ма, сондайдан аспау керек. Сол суммадан аспаса, істеуге де болады, в принципе.
Так, ИП пенсионный төлей ме? Пенсионныйда кез келген мысалға ИП деген ол жеке адам. ИПлар төлеуге міндетті. ИПларда кішкене лояльный, бұл жерде ИПлар өзі көрсете алады, минимальный, максимальный деп көрсете алады. Төлеуге, бірақ доход болса төлеуге міндетті ИПлар. Бірақ доход болмаған кезде де төлеуге болады деген заңда бар. Закон о пенсионном обеспечении деген заңда. Упрощенкамен жұмыс істегенде жылына 2 рет отчет тапсырамыз. Сұрақ. Әр айдағы жұмысшылардың социальный отчисление, пенсионка, медстрахование қай уақытта аударып тұру керек? Рұқсаты қалай? Биылдан бастап, 2018 жылдан бастап, пенсионка, социальное отчисление, медицинское страхование ай сайын төленуге міндетті. Ал биылға дейін 6 айда бір төлеп отыратын еді. Получается, жаңағы пенсионка, социальное отчисление, медицинское страхование ИПлар үшін ай сайын төлеуге міндетті. Ал соцналог пен ИПН 6 айда бір төленеді. Бұл тақырыптың бәрін жалпы салық туралы курс дайындап жатырмын, сол жерде кеңінен айтатын боламыз. Ол жерде тақтаны қойып тұрып түсіндіремін. Ол жерде өйткені бұны қазір визуально адам қабылдау қиындау, оны тақтада отырып түгел түсіндіретін боламын. Так, сұрақтар. Жалпы енді күннен күнге то егер доход жоқ болса, налевой отчет көрсетіп ештеңе төлемейміз бе? Төлемейсіздер. Қараңыздар. Салықтың объектісі ол кіріс. Егер сіз ИП тоңыз ашық қойдыңыз, егер ешқандай кіріс болмаса, сауда болмаса, ешқандай салық төлемейсіз. Салықтың объектісі ол кіріс. Ақша болмаса, ешқандай салық төлемейсіз. Әр айда міндетті болса, егер табыс жоқ, 0 болса, онда үдекті тапсыру керекпіз бе? ИПлар және тоғылар упрощенный режиммен жұмыс істесе, 910 форманы тапсыру керек. Ал егер ИП общеустановленный режиммен жұмыс істейтін болса, онда 200 форма тапсырылады кварталына, и жылына 220 форма тапсырылады. Ал тоғыда 200 форма тапсырылады, 200 форма деген зарплата бойынша, и 100 форма тапсырылады. Бұл салық есебінің нысаны міндетті түрде тапсыруға міндетті. Жұмыс істесеңіз де, істемесеңіз де. Жұмыс істелген болса, соответственно, ішінде цифрлар болады. Жұмыс істемеген болса, іші пустой болады. Пустой болса да тапсыруға міндеттісіз. Егер тапсырылмаған болса, оған әкімшілік жауапкершілікке тартады. Отчеттың формасын қазір айтып өттім. Оригиналды сұрағы бола алмапсың. Егер мысалы бірінші айда доход болса, төлейді жаңағы пенсионкасымен, жаңағы медстрахованиясы. Екінші айда болмағанда төлемейді, секіріп төлей ма деген сияқты сұрақ. Медстрахование, қараңыз, бұл жалпы қараңыздар, ИПларда айтып өтейін. Медицинский страхование ИП өзіне биыл төлемейді. Ол биылша. Ал жұмысшыларына ИПда, ТОда төлеуге міндетті медицинский страхование. Содан кейін жұмысшыларыңыз егер жұмыс істеп жатса сіздерде, оған егер сіз айлық төлеп жатқан болсаңыз, сіздер ол жұмысшыларыңыздың айлығынан подоходный налогын, соцналогын, социальное отчисление, пенсионкасын бюджетке төлеуіңіз керек. Яғни ол жұмысшының салықтарын және пенсионка төлемдерін жұмыс беруші төлеуге міндетті. Егер сіз зарплатаны оған беріп начислять етпеген болсаңыз, төлемейсіз. Начислять еткен болсаңыз, төлейсіз. Ал тоның өзінің жаңағы табысы бойынша, немесе ИПның табысы бойынша салыққа ақша табыс болған кезде төлейсіздер, болмаған кезде төлемейсіздер.
ИП жауып тастау бола ма кез келген кезде? Жалпы ИП-ны да тоны да ашу оңай, жабу қиындау. Неліктен? Өйткені ИП мен тоны жабатын кезде салық органдары тексереді. Тексергенде де ол ИП табысты тауып жауып тастамады ма деген ниетпен оны тексереді. Таможня, банк соның бәрін запрос жібереді. Сол процедураны өткен үшін қиындау. Сол үшін егер сізде ИП-іңіз болса, жұмыс істеден кейін тоқтап қалған болсаңыз, оны жабу міндетті емес, оны жаппай ақ қойсаңыз болады. Мысалға 5 жылға максимальный срок немесе 1-2 жылға уақытша тоқтатып қоюға болады. Уақытша тоқтату деген временное приостановление дейді. Оны салық органына заявление тапсырып, уақытша тоқтатып қоясыз, ол тоқтатылып тұрған уақытта отчет тапсырмайсыз. Немесе бұның ИП-ның енді отчетін тапсыру негізі қиын нәрсе емес қой. Жылына жарты жылда бір рет деген сияқты. Отчетін ғана тапсырып отыра беруге болады. Жұмыс істегіңіз келсе, жұмыс істеп кетесіз. Ал егер бірақ жолда мен енді кәсіппен айналыспаймын десеңіз, онда жауып тастауға болады. Мен бұл жылы тек бір полугодия ғана отчет тапсырдым. Әр айда тапсыру болмады. Штраф болады ма маған? Қараңыздар, енді сіз упрощенкамен жұмыс істеген болсаңыз, сіз жылына 2 рет тапсыруыңыз керек болған. Сіз егер біреусін, содан кейін әр отчеттің өзін тапсыратын уақыты болады. Сіз егер уақытында тапсырмаған болсаңыз отчетты, онда әкімшілік құқық бұзушылық жауапкершілігіне тартады. Бірақ бірінші жолға ескерту береді. Бұрын штраф болатын, қазір ескерту береді бірінші жолға. Бірақ 1 жылдың ішінде қайталанатын болса, штраф салады. Бұл кісінің сұрағы былайша, негізі қойып отқан. Жаңағы ай сайын салатын бар ғой, страхование жаңағы пенсионкасы бар. Соны ай сайын салмасам, салуым керек болғанда салмай қалсам штраф болады. Так, медицинское страхование, жалпы бұны қазір негізі төлеп, медицинское страхование деген не жалпы? Енді бұл проект қой үлкен. Алдымыздағы уақытта медицинское страхование төлемеген адамдар больницадан емделмейді деген нәрсе бар. Енді ол қаншалықты практикаға кіретінін енді көреміз уақытында. Бірақ жалпы медицинское страхованияны төлеп отыруға міндеттісіз, мысалға жұмыскеріңізге. Бірақ төлемеген жағдайда пока оған штраф әлі қарастырылмаған. Бірақ пенсионка бойынша штраф бар. Ол жерде штраф болғанда да бірінші ескерту деген сияқты. Медицинское страхованияда қазір оны бүйтіп шап беріп, жауапкершілікке тартып жатқан жоқ қазір. Бірақ төлеуге міндеттісіз оны өзіңіздің. Егер 1 жылдай жұмыс істемесе, ИП уақытша тоқтатса бола ма? Тоқтатуға болады, ол кез келген уақытта тоқтатуыңызға болады ИП-ны. Бірақ енді тоқтатып жұмыс істегіңіз келіп кетсе, қайтадан возобновление деген бар, қайтадан іске қосып жұмыс істей бересіз. Бірақ егер тоқтатылып тұрған кезде жұмыс істеп кетуге болмайды. Ол нарушение болады. Патентті квартал сайын төлегенде стаж жүре ме, әлде ай сайын төлеу керек пе? Жалпы патентте ол өзіңіз таңдайсыз. Патент деген не жалпы? Патенттің ерекшелігі, мысалға, сіздің бір айлық табысыңыз белгілі да, мысалға. Мысалға айтайық, сіз бір фирмаға өзіңіздің машинеңізбен біз қызмет көрсетесіз. Содан кейін не істейсіз? Патент айлығыңыз, ай сайын фирмадан түсетін ақша 200 000 теңге да, ол белгілі. Олай болса, сіз білесіз, осы жылдың мысалға аяғына дейін ба, сол сума болатын. Аласыз да, алдын ала тапсырылады патентте. Алдын ала жаңағы 6 айға көрсетесіз. Ол жерде жаңағы 1% төлейсіз патенттің сома. Содан кейін пенсионка, оның бәрі бар оның ішінде. Ол кез келген адамға міндетті. Содан кейін тапсырып тастайсыз да, ақшасын төлеп тастайсыз салығын. Содан кейін патент деген документ шығады. Ол документті кейін жаңағы жұмыс жаңағы объем беріп отырған фирмаға документ ретінде бересіз. Ал егер оны өзіңіз білесіз, 1 айға аласыз ба, жоқ, 3 айға ма, 6 айға ма, 1 жылға ма. Егер жұмысыңыз тоқтап қалған болса, мысалы сіз ойлаған 1 жыл қалдыңыз, 6 айдан кейін тоқтап қалса, онда дополнительный отчет тапсырып корректировка жасайсыз. Немесе
жаңа 200 мың теңге алам деп 12 айға патент тапсырып қойдыңыз. Соның сол уақыттың ішінде 200 емес 250 мың теңге болып кетсе, онда дополнительно корректировка жасай бересіз. Бұл жерде проблема жоқ. Бұл патент деген бұл жерде то же самое налог төленеді, пенсионка бәрі төленеді. Стаж ол жүре береді. Ол жерде айырмашылығы жоқ ешқандай. Просто патентті алдын ала төлейсіз да. Дропшоппинг айналысу барысында тоғын ашу міндетті ма? Дропшоппинг деген не? Бізден жаңағы Қытайдан тауар алдырады ғой. Тауарларын бізге қойып қояды, бізге қойма қойып қояды. Сосын өздері жарнамасын жасап сатады, біздің салып жібереміз. Енді жалпы бұл жерде былай түсіну керек. Кәсіпкерлік деген оны айтор товарды саттыңыз, пайда таптыңыз, кәсіпкерлік. Дропшоппинг мысалға Қытайдан товарды әкелдіңіз, содан кейін алып сатқан кезде басталады ғой мәселенің бәрі. Біреуге саттыңыз, ақшаңызды қалай алып жатсыз? Енді былай алып оны наличный сатып, оны ешкім көрмейді, қалтаңызға салсаңыз, оны мысалға салық органдар көрмейді да. Мысалға, бірақ енді карточкаңызға жіберіп жатса, ол ақшаны, мысалы ол ақша түсіп жатыр, бір күні салықшылардың көңілі ауады оған. Бұл жерде негізі епсіз толықсыз істеп жатқандар көп бізде. Бірақ егер сіз қазір бір фирмаға сатсаңыз, ойлаңыз сол товарыңызды. Фирма сізден документ сұрайды, мысалға счет фактура берді. Ол кезде міндетті түрде ашу керек болып болады. Енді көбінесе мен сізге айтайын, бұл жерде сіз товар оборотыңыз кішкентай болса, ИП-мен жұмыс істей беріңіз. Бұл менің кеңесім. Өйткені егер ТО-мен жұмыс істесеңіз, бухгалтерлік есеп жүргізу керек болады. Ол жерде деген товардың кірісін көрсету керек болады, жаңағы бүткіл документін жасау керек. Содан кейін тоғларда банкке түскен ақшаны алсаңыз, оның да есебі жүру керек болады да бухгалтерия бойынша. Ал ИП-да бухгалтерия есеп жүргізбейсіз, жаңа товардың сатасыз, түскен ақшадан салығын төлеп жүре бересіз бір жақсы жері. Сол үшін ИП-мен ашқаныңыз дұрыс. Салық барлығына 10% ба? Енді бұл жерде бұл сұрақты өте көп сұрақтар келіп жатыр салық туралы. Бұл жерде қазір мен сіздерге бірінші салықтың қандай түрі бар, жаңа режим, налог режим дегендер жақсылап түсіндіріп өтуім керек болып тұр бұл жерде ше. Өйткені мына жерде қазір 10% ба деп сіздер салықты әлі түсінбей тұрсыздар. Жалпы салық туралы сіздерге кеңінен айтып өту керек, жаңағы налог режим бұл жерде тақта керек та. Упрощенка мысалы қай жерден есептеледі, мысалға сізге негізі қиын болып тұр да, қалай түсіндірсем екен. Мынау көрінді ме екен? Көрінбей ме? Енді бұл альбом салық несін кейін нету керек та, бір кеңінен ше. Жалпы қараңыздар, екі режим бар деп айттым я, жаңа ИП мен ТО-ны ашқан кезде екі налоговый режимді таңдау керек болады. Біріншісі упрощенка. Упрощенка деген сізге қолыңызға түскен ақша бар ғой, мысалы сатудан түскен ақша, ол доход дейді да, ол кіріс. Сол доходтан 3% төленеді. ИП-ға да, ТО-ға да. Содан кейін қараңыз, прибыль деген нәрсе бар, я? Прибыль деген доход, түскен ақша, минус расход. Расход деген ол сіздің бүткіл шығындарыңыз, жаңағы товардың себестоимости бар, басқа да шығындары бар, зарплата деген сияқты. Содан қалған нәрсе прибыль таза. Общественный режим деген сол прибыльдан ИП-лар 10% төлейді, ТО-лар 20% төлейді. Уставной капитал және ондағы көрсетілген сома қаншалықты маңызды. Уставной капитал деген ол ТО-ларда болады, ИП-ларда уставной капитал деген болмайды.
қараңыздар, міне жеке кәсіпкер ИП-лар мына жерде уставной капитал ретінде бұларда деген үй, көлік, атында не бар, соның бәрі капитал болып есептеледі. Бірақ ИП-лар бұны көрсетпейді да. Ал ТО-ларда ТО ашылған кезде міндетті түрде уставной капиталды көрсетеді. Ол мысалға сіз бизнесті бастаған кезде мысалға көрсетесіз. Ол жоқ болса да мысалға болады ондай, мысалға услугамен айналысасыз, ол жерде уставный капитал жоқ, мысалға сіздің капиталыңыз, біліміңіз, тәжірибеңіз деген сияқты. Немесе ТО-ны ашасыз, кредит алып жұмыс істеуге болады. Уставный капитал деген ол сізде егер болса болады, бар, жоқ болса жоқ. Соған байланысты нәрсе. Бүгінгі таңда ТО-ны портал арқылы аштым. Уставы типовой дедік. Типовой деген не? Оны қолға қайдан алуға болады? Қағазға расписаниенің түрін. Жалпы ИП-ларда устав деген нәрсе болмайды. Оларға оңай, сол үшін оңай да. ТО-лар ашылған кезде міндетті түрде устав болады да. Ол уставтың ішінде ТО немен айналысады, учредителігім, қанша учредитель, содан кейін ол жерде директор ма, генерал директор ма, сол бүткіл положение жазылады. Типовой деген нәрсе, ол общий стандартный устав деген сөз. Ол типовоймен істей беруге болады сізге. Бірақ егер сіз ТО-ны ашқан кезде ол жерде бір өзіңізге мысалға болады, ол жерде бір арнайы бір көбінесе шағын кәсіпкердің бәріне типовоймен жұмыс істей беру керек. Ал егер болады кейде мысалға бірнеше учредитель болады, оның арасында өздерінің бір келісімдері болады заңды түрде. Ол кезде ол уставтың ішін өзгертетін жерлері болады, ол жерде юристпен жұмыс істейді. Бірақ енді сіздерге айтарым, типовоймен жұмыс істей беріңіздер. Енді уставты қайдан алуға болады? Жалпы енді уставты, типовой уставты неден алуға болады? Мысалға әділет деген сияқты біз кейбір заң порталдары бар, заңы, немесе маған хабарласыңызшы, мен сізге беремін. Производство жженый кирпичке ТО ашқан дұрыс па ИП ма? Қараңыздар, бұл жерде производство, ИП ашқан дұрыс па, ТО ашқан дұрыс па? Бұл жерде көбінесе бұны енді тереңінен мен осы жерден көріп отырмын, сіздің сұрақтарыңызға қарап, салық туралы курсты толықтай өткізуге керек екенін, себебі деген сіздерге толығымен осыны түсіндіріп өту керек. Қарапайым жалпақ тілмен сол кезде толықтай ашатын боламын. Содан кейін бизнесті заңдастыру, ТО, ИП деген не, оны да тереңінен кіру керек болып тұр, сұранып тұр бұл жерде сұрақтарға қарағанда. Ол курсты да өткізетін боламын. Енді мына производство жженый кирпичке сізден ең бірінші айтар едім. Сізде ол жерде партнеріңіз бар ма? Жалғыз өзіңіз ба? Или екі адам ба ол жерде ашайын деп жатқан? Содан кейін жалпы вообще процесс қалай болайын деп жатыр? Мысалға көбінесе басында кез келген кәсіпті жаңадан бастаған болсаңыз, оборот бәрі аз болса, оны ИП-мен бастап істей берген дұрыс та. Ал егер серьезно кірісетін болсаңыз, ол жерге деген кәдімгідей ақша салып ол жерде бір банктен ба, бір жерден ақша алатын болсаңыз, немесе инвестормен бірге үлкен сома, проект үлкен болса, ол жерде ТО ашу керек. Өйткені ол ақшаның бәрін заңды түрде көрсету керек, құжаттар жасалу керек. Ертеңгі күні бұл жауапкершілік қой, екі адам мысалға бір-бірін лақтырып кетуі мүмкін, бір бәле болуы мүмкін. Сол кезде бәрі заңды болу үшін. Ал егер әшейін жай кішкентай ғана болса, онда ИП-мен жұмыс істей беру керек. Бірақ бұл жерде әлі нюанстар көп. Сіз енді бұл сұрақпен егер серьезно кіріссеңіз, маған хабарласыңыз. Өйткені көп сұрақтарым бар да артында. Енді түсетін доходқа байланысты депті. Бірақ енді ИП-лар да бар, кәдімгідей 100 бірдеңке миллионмен жұмыс істеген ИП-лар бар. Мысалға Икея деген, Икеяның магазині бар мына неде, Райымбектің бойында. Мен соның бухгалтериясын жүргізгем. ИП болған ол жерде
жүз қанша бір сентябрь декабрь 6-7 айда примерно 150 миллион ба сондай оборот болды. Общий ставной режиммен НДС-пен жұмыс істеді. Нормально жұмыс істеді, оған ешқандай шектеу жоқ. Кейін ол инвестор тарту керек болды оған. 5 инвестор келді ол жерде. Ішінде түріктері бар. Сол кезде тоны ашып, то ашуға тура келді сол кезде. В принципе, ол жағынан проблема жоқ. Банктен счет аштым. Устав сұрады. Интернеттен алғанымды бердім. Енді қате табылды деп шақырып жатыр. Әлгі уставты өзім өзгерткем. Уставқа қатысты не заң бұзушылықтар болуы мүмкін? Салдары қандай? Жалпы енді ол жерде қандай қате тапты олар? Типовой уставты ол жерде бір көбінесе атын дұрыс қоймаған, адресін дұрыс қоймаған деген сияқты нәрселер кеткен шығар. Ал уставтың өзінің ішіндегі құрамына, жаңағы құрылысына типовой уставтың бәрі стандартный болады. Оның құрылысына ешкім кірмейді. Просто сіздер ол жерде ошибка анандай аты дұрыс жазылмаған. Содан кейін ол жерде то ашылған кезде уставной капитал, жаңа устав болады. Содан кейін учредитель біреу болса, решение, приказ деген нәрсе бар. Егер екі учредитель болса, протокол деген нәрселер болады. Сол жерде көбінесе жаңағындай механический қателер кетеді да, атын дұрыс жазбаған деген сияқты көбінесе. Просто сізге бару керек ол жерге, қатесін қай жерде деп сұрау керек, көрсетеді олар. Соны түзете салу керек. Егер одан проблема туындап шешілмей жатса, хабарласыңыз, ол мәселені де шешеміз. Негізі мына осы сабақтың жалғасы бола ма салық туралы дейді. Жалпы мына жердегі сіздердің сұрақтарыңызға қарап түсініп отырмын. Сіздерге жалпы осы тақырыптарды кеңінен түсіндіру керек екен. Өйткені сіздерге қазір өте элементарный сұрақтармен элементарный сұрақтарды жаңағы қиналып жатсыздар. Бұны сіздер базовый енді бір егжей-тегжейлі емес, бір базовый біле бастасаңыздар екен. Өйткені өмірлеріңізде кәсіп жүргізген кезде керек болады. Біріншіден жаңағы бизнесті заңдастыру. Оны кеңінен біз талқылайтын боламыз жалпы. Ол жерде ИП деген не, ТО деген не, вообще жаңағы ол қайсысы қандай айырмашылығы бар, соңымен жауапкершілік деген нәрсе бар. Мысалға, ИП-ларда егер ИП қарыз оқпаса мемлекетке, мысалы немесе банкке, ИП бүткіл мына атындағы мүлігімен жауап береді да, риск бар бұл жерде. Ал ТО қарыз оқпаса, ол өзінің уставной капиталмен ғана жауап береді. Сондай нюанстар бар мысалға. Толық ашамыз да. Сондықтан курс сұранып отыр, мен бұл курсты негізі дайындаймын жалпы. Содан кейін салық туралы ол өзінше болады. Өйткені екеуін бір жерге қоссақ қиын болып кетеді. Салық деген жалпы полный жаңа түсіндіріп отыру керек болып тұр да бұл жерде салықты. Өйткені сіз кәсіп иесі болғаннан кейін оны білуге тиістісіз. Шешімді қабылдайтын ол кәсіпкердің өзі. Көп адам бухгалтерлерге сенеді, ал бухгалтерлер ол бар нәрсені істейді. Бірақ сіз біріншіден салықты түсінуіңіз керек. Не үшін? Сіз кәсіпкер болғаннан кейін сіз пайда үшін жұмыс істеп жатсыз. Ал салық деген ол шығын да. Салығыңыз көп төлейтін болсаңыз, шығыныңыз көп болады. Сол үшін сіз салықты жақсы білуіңіз керек және салықтық заңды оптимизацияны үйренуіңіз керек. Ол туралы оған менен тәжірибем жеткілікті. Оны кеңінен ашу керек болады. Оған да жазылыңыздар. Негізі өте керек. Оны міндетті түрде ұйымдастыратын боламын. Сіз ИП-сы бар кәсіпкерлерге отчет тапсыру және консультация саппорт қызметі ақысына көрсетесіз ба? Енді Нұрпартнерс компаниясы деп айтып өттім ғой. Нұрпартнерс компаниясы ол кәсіпкерлерге бухгалтерия саласынан бухгалтер есеп жүргізу аутсорста. Содан кейін салық саласынан салықтық жаңағы болады, компаниялар салық бойынша жаңағы көп қателіктер жіберіп тастайды, налог счетін жауып тастайды, соларды реттеуге. Содан кейін жаңағы заң бойынша қызмет көрсету. Ол тоны ашу, содан кейін тоны жаңағы перерегистрация деген бар, мысалы ат өзгерсе, учредитель өзгерсе, сол жұмыстары және ИП тоны жабумен айналысады. Енді 4-5 жыл көлемінде істеп келатырмыз, бізде енді өзіміздің бухгалтерлер бар, мамандар бар. Бұның бәрін, бұл нәрсенің бәрін біз істейміз. Оның бәрі ақылы түрде. Енді бүгін мына жерге Intel компаниясы шақырғаннан кейін бәрін өткізіп отырмын тегін. Тоның отчет тапсыруын видео арқылы көре аламыз ба? Болашақта практика түрінде, нулевка түрінде табысы бар болған варианттарын
қамтып қалай тапсыратын. Негізі бұның бәрін үйретуге болады. Бұның бәрін үйретуге болады. Жалпы мен сіздерге айтар едім, жалпы енді бизнес болғаннан кейін өзіміз істеп жүрміз ғой. Мысалға барлық нәрсені кәсіпкердің өзі істеу міндетті емес қой. Бірақ білу керек мысалға маркетинг, мен өзім кәсібімде маркетингті үйрендім, білемін. Бірақ мен маркетингпен толық айналыспаймын да, мен интернет маркетинг айналысады. Мысалға программист анау бар, администр жасайтын. Оны білем, бірақ онымен айналыспаймын, онымен өзім маман айналысады. Бірақ мен оны білуім міндетті да, базовый. Бірақ айналысатын адамдар бар. Сол сияқты кеңес беретін едім. Біріншіден сіздерге осы кәсіпті заңдастыру, осының бәрін ИПТО-ның ара-жігін ажыратып алу, салықты түсініп алу. Бірақ оның бәрін өзіңізге бүйтіп кірісіп істеп кеткеннен гөрі оны аутсорсқа беріп қою керек та. Мысалға енді әрине бухгалтер жалдасаңыз ол сізге кішкене тиімсіз болады да, бизнесіңіз кішкентай, оған айлық төлейсіз. Одан да аутсорс деген нәрсе бар, біз ойластырдық та, комплекс мысалға кәсіпкерге жеңіл болсын. Айына бір кішкентай ғана сума төлеу арқылы мәселе шешілсін деген нәрсе бар. Оны да көрсеңіздер болады. Ал егер жоқ, өзім істеймін, үйренемін десеңіз, онда да үйретеміз оны. Проблема жоқ. Енді жалпы енді мына жерде сіздердің сұрақтарыңызға қарап отырып, түсініп отырмын аудиторияның мұқтаждығын. Сол мұқтаждығын түсініп отырмын. Соған қатысты енді мына курсты негізі ойлап жүрген курсында ары қаратай істейтін болдым. Енді бұл курс жалпы біріншіден жаңа кәсіпті заңдастыру бойынша толық ақпарат, содан кейін салық саласы бойынша, кәсіпкерлерге арналған салық саласы бойынша ақпарат. Содан кейін жалпы кейін бір тоже ойлап жүрмін, ол басшыларға арналған бухгалтерия депші. Бұл жерде басшылар жаңа бухгалтерияны енді бүйтіп егжей-тегжейлі болмаса да, бірақ азбукасын білу керек. Не үшін? Кто не владеет цифром, тот не владеет бизнесом дейді. Мысалға сіз егер өзіңіздің кәсібіңізде болып жатқан цифрларды білмесеңіз, сіз кәсіпкер емессіз да, өйткені сіздің қанша кірісіңіз, қанша шығыныңыз, қанша пайдаңыз оны білмесеңіз. Ал кәсібіңіз үлкейген кезде бухгалтериясы болса, сіз ол жерде бухгалтерияның элементтерінің арқылы керекті цифрларды ала алуыңыз керек. Сол үшін осы курсты негізі дайындап жүрмін мен. Содан кейін қазір байқап жүрмін, кәсіпкерлерге қаржы сауаттылығы жетіспейді. Финансовый грамотность дейді. Жаңа айтқандай, кассаның ақшасы мен қалтаның ақшасын шатастырып болады. Сол үшін осы қаржы сауаттылығы деген нәрсені де қатты зерттеп жүрмін. Оны кәсіпкерлерге бір жалпақ жеңіл тілмен түсіндіруді көздеп жүрмін. Бұл курстар болады. Содан кейін кейбір бізде мысалға бұл салаларда кімдерге арналған, мысалға шағын кәсіпкерлер бар. Магазин жаңағы, точкасы бар адамдар бар. Соңғы жаңағы услугамен айналысатындар, парикмахерский бар, басқа да услуга көрсетіп жүрген кейбір ремонтпен айналысатындар бар. Соларға содан кейін основной тендермен айналысатындар бар. Ал тендермен айналысатындар олар міндетті түрде бұны білу керек. Тендер деген өйткені ол жерде өте өзекті. Не үшін? Мысалға сіздер қазір жұмыс істеп жүрсіздер, салық төлемей жүре бересіздер да, налоговый оны выявлять етсе, выявлять етпей, тапса тапты, выявлять етпесе, выявлять етпей қалуы мүмкін. Бірақ тендерщиктерді міндетті түрде сразу оны выявлять етеді. Өйткені тендер бергеннен кейін мемлекет кімге тендер берді, соның бәрін салықшылар жаңағы қазатта оны тауып алады. Тендерщиктер содан кейін маржаны дұрыс есептей алу керек. Оларға налоговый режим важный. Оларға міндетті түрде керек бұл курс. Енді бұл курс жалпы не береді, мысалға тоже ойлап отырмын. Мысалы кәсіпті жүргізгеннен кейін енді заңды кәсіпті не үшін жүргізеді адамдар? Біріншіден жаңағы бізде заңсыз дейді адамдар қорқып жүрді да, көлеңкесінен қорқып жүрді мысалға. Қашан келіп қалады деп тығылып өзінен өзі. Ол кәсіп деген ол еркіндік қой, адам еркін өмір сүру керек. Бізде бірден заң органдарына шағымданайын десе, өзінің ИПС тоғыз жоқ, қорқып жүр. Сол үшін қорықпай бизнес жасау үшін заңды бизнес жасау керек. Содан кейін бұл заңды бизнес жасау үлкен мүмкіндік. Сіздер мысалға бизнесіңіз заңды бәрі четкий болса, сіздер үлкен фирмаларға тауарларын ұсына аласыздар мысалға.
үлкен объемдарды ала аласыздар мысалға. Ал егер кәсібіңіз заңды болмаса, сіз әлі осы нәрсені түсінбей жүрсеңіз, үлкен кәсіп, үлкен фирмаларға объемдарын ала алмай қаласыздар да. Содан кейін кәсіпті ашқаннан кейін адам болашағын ойлау керек, бренд қалыптастыру керек деген нәрсе бар. Егер кәсіптің өзі заңды болмаса, одан қайдан бренд мысалға. Содан кейін мысалға өздеріңіз білесіңдер, ИП Дала сазы деген бар, Дала сазы, Алмас Мұстафа өнер мысалға музыкалық инструменттермен айналса да, бренд болды да ол. Бірақ ол өзінің жаңағы Дала сазы деген логотипін, атын әлі тіркемеген заң бойынша. Оны басқа региондарда оны алып алғанда пайдаланып жүр. Енді оған заң бойынша шағымданайын десе, әлі өзі заңда тіркелмеген оны этикетін. Сол сияқты мәселені де ойлау керек. Содан кейін инвестор тартасыздар, жаңағы дамудан ақша алуға болады мысалға, неге алмасқа. Сол үшін заңдастыруыңыз керек. Содан кейін бизнесіңіз үлкейген кезде адамдарыңыздың бәрін алып заң бойынша тіркеп қойсаңыз, трудовой договор жасап қойсаңыз, ертеңгі күні олар сіздің товарыңызды ұрлап кете алмайды, сізді алдап кете алмайды, ақшаңыз жоғалып кетпейді. Сіз одан есеп ертеңгі күні бір жауапкершілікке тарта аласыз. Сол үшін осы курстар сіздерді осы мәселелерді шешуге көмектеседі. Так, сұрақтарға оралайық қайтадан. Бізде де сол ғой, өз істерін істейтін болса, өзімізде сенімді үшін хабардар болу. Өздеріңізге сенімді болуларыңыз өте маңызды. Бухгалтерлерді жамандай бермеңіз. 15 жылдай стажым бар. Бәрі құжатталған қалай алдауға болады? Алдау бір ойға келмепті. Басқа бухгалтерді естімеппін. Сіз енді бұл жерде өзіңізге жақын алмаңыз. Бірақ бұл болған жағдай. Мен өзім салық органында 6 жылдан астам уақыт істедім. Көп бізде кәсіп иелері бухгалтерлік азбукасын түсінбейді. Мысалға, оборотканы оқи алмайды мысалға, Мысалға, бір компания инспектор болып жұмыс істеген кезінде штраф салған. Соңын ол компания бухгалтері келді, штраф төлемей жүр. Штраф бухгалтердің кесірінен болған, просрочка жасаған. Содан кейін бір күні бухгалтеріне шақырып, неғып төлемей жүрсің дегенде айтады да, мен төлеймін дейді да, директорымыз отпускқа кетіп қалсын дейді да, сол кезде төлеймін дейді. Оның қатысы не десем, ол кетіп қалған кейін штрафты бүткіл салықтардың арасына тығып жіберемін дейді да. Енді ойлаңыз, сонда бүткіл бухгалтердің кесірінен штраф төленді. Ал ол штрафты ақырын сол компанияның есебіне төлеп жібермекші да. Енді бұл жерде не дейсіз? Ол былай тұрсын, мысалға, болған оқиға Казгуда, мысалға болған Казгуда студенттердің ақшасы төленеді, оны бухгалтерия қабылдайды. Сөйтсе, бұл жерде бір посредник арқылы, мысалға, студент жарты ақшасын төлейді, жарты ақшасын төлемейді екен. Жарты ақшасын бухгалтер қалтасына салып отырған. Приходный документтерін жасап отырады, студент ақшасын төлеген сияқты, бірақ толық түспейді Казгуға ақшасы, жартысын өздерінің. Кейін ол бір аудиторлық проверкада шыққан. Ол вполне ондай мысалдар көп. Сол үшін кәсіпкерлерге айтатын, біріншіден ол әрине бухгалтер ғана емес қой, бұл жерде жұмыскерлерді, мысалға, товарды ұрлап кетуі мүмкін. Складта қаншама товарыңыз бар, сен оның остатықтарымен ревизия жасайсыз ба? Ол мәселе бар. Одан бөлек экономикалық шешім қабылдау деген нәрсе бар да. Кәсібіңіздің обороты үлкейген кезде сіз ол жерде миллиондаған оборот ақша жүріп жатыр. Вроде ақша көп сияқты, бірақ пайда жоқ да. Ол кезде сіз қалай істейді, мысалға, кәсіптің иесі, ол кезде білу керек, ол қанша кіріс кірді, қанша шығын шықты. В итоге қанша пайда кіріп жатыр, мен рентабельно жұмыс істеп жатырмын ба? Бұл цифрды білу үшін қаржы сауаттылығы болу керек кәсіп иесінде. Мақсат сол. Жалпы енді, бухгалтердің жұмысы оңай емес, өте. Негізі өзімді былайша айтқанда бухгалтермін ғой қазір. Біз енді интерселдегі ұстаздарымыз арқылы заттарды аламыз тендер үшін. Оны мемлекетке өз атымыздан қалай тапсырамыз, құжаттарын қалай ұсынамыз, оны базардан алғандай есептейміз, қалай дейді.
қараңыздар, егер бұл жерде салық режимі деген нәрсе, соны тақырыпта ашу керек, тағы да соған келіп тіреліп отырмыз. Жалпы сіздер тендерға товарды сататын кезде, көбінесе егер қысқаша жауабын бере салайыншы, егер товарды былай неофициально алатын болсаңыздар, мысалға, иә, ол товарды алған кезде құжат бермейтін болса сіздерге, немесе ол товарды базардан алатын болсаңыздар, соответственно, құжат бермейді. Оны сатқан кезде, оны упрощенкамен жұмыс істеген жақсы да бұл жерде. Упрощенный режиммен жұмыс істеген жақсы, себебі упрощенный режимде шығындарыңыз қарамайды. Кеңес та, упрощенкамен істей беріңіздер. Бірақ естеріңізде болсын, упрощенканың өзінің бір несі бар, шегі бар, 6 айда 50 миллион примерно сол суммадан асып кетпеу керек деген. Егер ол суммадан асып кетсе 6 айда общий уставной режим өту керек болады. Егер толығырақ жаңағы бұл сұрақтың жауабын алғыңыз келсе хабарласасыз. Бұл жерде сіздің тоже біраз нюанстарын қарау керек, чтобы точный ответ болу үшін. Сотталмаған бухгалтер емес деп бекер айтпайды дейді. Енді жалпы енді бұл жерде мәселе предупрежденный вооружен дейді. Доверяй, но проверяй деген нәрсе бар. Бұның бәрі халық айтады. Бұл сонау заманнан қалған нәрсе, мен шығарған жоқпын. Кез келген уақытта сенесің, бірақ сонда да тексеруге міндеттісің да. Енді олай болса, сұрақтарыңызға жауап бердім. Енді басқа сұрақтарыңыз болса, енді хабарласасыздар. Егер толық, нақты бір гарантированный дейді ғой, жауап алғыларыңыз келсе, онда міндетті түрде ол жауапты беру үшін мен бүткіл картинаны көрім керек ол жерде басынан бастап. Өйткені мен қазір сұрақтың бір шетін естіп жатырмын, соған жауап беріп жатырмын. Толық қанды жауап болу үшін мен бүткіл жаңа білім керек та, данныйларын бәрін. Содан кейін бизнесті заңдастырумен салық бойынша нетсе курсқа қатысыңыздар, бұл жерде толық ақпарат беріледі. Бұл жерде көбінесе четко, ясно өздеріңіз жаңағы цифрмен есептей алатын болуларыңыз керек та бөгеді. Олай болса енді тыңдағандарыңызға рахмет. Өздеріңізді кәсіптеріңіз дами берсін. Үлкен кәсіпкер болуларыңызға тілектеспіз. Біздің мақсат та сол, кәсіпкерлерге көмектесу. Сау болыңыздар. Ал достар, 1,5 сағатқа жуық сіздермен эфирде болдық. Нұрбапа мырзаға көп рахмет. Алла разы болсын, біраз ақпараттармен бөлісті. Енді біраз сұрақтарыңызға жауап берді деп ойлаймыз. Енді осы алынған білім сіздердің кәделеріңізге, пайдаларыңызға жарасын. Қатысқан осы 30-ға жуық адам қатысты ғой. Көп рахмет сіздерге уақыттарыңызды тауып қатысқандарыңызға. Енді біз де барымызша тырыстық сіздерге барынша пайдалы болсын деп. Енді осы ақпараттар сіздерге пайдалы болсын. Егер де қосымша сұрақтарыңыз пайда болатын болса, кейін осы чатқа бір жинақтап жазуларыңызға болады. Біз жаңа Нұрбапа мырзаның несін контактілерін сіздерге береміз чатқа. Кейін де бір жеке енді хабарласын деп жаңа айтты ғой, жеке де хабарласып көрулеріңізге болады, егер сущный сұрақтарыңыз болса. Болмаса осы кісінің бүкіл аккаунттарын осы видеоның астына сілтеме ретінде қалдырамыз. Инстаграмда аккаунттарына тіркеліп алыңыздар. Өзінің аккаунтына, сосын жаңағы компаниясының аккаунтына, Нұр Партнерс деген компаниясы бар, өзінің сосын Инстаграм аккаунтына. Сол жерден қарап отырыңыздар. Бұл кісі көп лайфтар ұйымдастырып тұрады, тікелей эфирлер, сол тікелей эфирлеріне қатысыңыздар, тікелей эфиріне сұрақ қойыңыздар. Үшін бұл кісіден айырылмаңыздар. Біраз жақсы ақпараттарын алыңыздар. Сіздердің пайдаларыңызға жарайды. Бұл кісінің айтқан курсы, бұл кісінікі бөлек, өзі бұйыртса бөлек ұйымдастырайын деп жатыр, Аламандан берсе. Оның енді анонсын жақында жасайтын боламыз. Енді бізді қарай жүріңіз, менің де, Ыбырай мырзаның да, Нұрбапа мырзаның да историяларын және лентаға шығаратын посттарын қарай жүріңіздер. Алдағы уақытта хабарлайтын боламыз. Оның біраз тегін вебинарлары бар, 4-5 вебинар ұйымдастырамыз. Сол вебинарларға да қатыссаңыздар, өте көп ақпараттар бар. Енді бүгін біз сіздерге
шетін ғана шығарып береміз дегенбіз. Енді өздеріңіз анда қиын сұрақтарды қойдыңыздар. Бірақ негізі 4-5 блокқа бөлінген бөлек кәдімгі жаңа өзі айтты ғой, жаңа заңдастыру бөлек, салық бөлек деген сияқты сондай 4-5 блоктан тұратын бөлек курс болады. Оны ол кісімен жақын уақытта бөлек хабарлайтын боламыз. Егер енді өздеріңіз қызықсаңыздар, болмаса жаңағы таныстарыңыз, жақындарыңыз осы тақырыптың айналасында жүрген болса, айта жүрулеріңізге болады. Бұл кісінің аккаунттарына тіркеліп алыңыздар. Қосымша ақпаратын береміз. Курсты бұл кісі өзі ғана жүргізеді. Өйткені бұл кісі өзі маман ғой, 10 жылдан аса тәжірибесі бар, практикасы. Біз ол кісінің курсын тек қана ұйымдастыру жағынан, жарнама жағынан ғана араласуымыз мүмкін. Ал тек курстың контентіне, материалына бұл кісі өзі жауап береді, өзі жүргізеді. Өйткені біз салық жағын білмейміз, сондықтан да бұл кісі өзі жүргізеді. Келесі сабақ енді егер де бұл кісіде уақыт болса, бұйыртса ұйымдастырамыз тағы да бір рет. Болмаса алдағы уақытта енді біз айттық қой сіздермен бірге осылай. Біз бір клубта боламыз деп, алдағы уақытта бұл кісінің де сабақтарын бұйыртса жаңағындай ұйымдастырып беретін боламыз, Алла амандығын берсе. Солай достар, рахмет. Сағат біраз уақыт болды. Сіздердің де отбасыларыңыз бар, басқа жұмыстарыңыз бар. Жақсылап демалыңыздар, осы ақпараттарды бір қорытыңыздар. Сосын сіздермен тағы да жолығатын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, жаңа айттым, қосымша қойыңыздар болады. Жақсы достар, онда қайырлы кеш, жақсы демалыңыздар. Барлықтарыңызға қайырлы күн.